Сәлеметсіздер ме? Мен нөмір 210 мектеп лицейдің оқушысы Төлжан Марғон. Бүгінгі біздің деректі фильміміз Қазалы ауданымыздың ауыл шаруашылығына, соның ішінде мал шаруашылығына арналады. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің деректі фильміміз мал шаруашылығы туралы. Ендігі мал шаруашылығында өзіміздің ағамызға бір-екі сұрақтарымызды қоя кетсек, мал шаруашылығында ең құнарлы шөп қандай шөп болып саналады? Шұқа шөп ең құнарлы шөп, малға жақсы асқазанға. Енді біздің келесі сұрағымыз, малға қаншалықты жиі вакцина салынған дұрыс? Вакцинаны негізінде жиірек салған дұрыс, өйткені әр сезонда өзінің әртүрлі аурулар болады. Сондықтан барынша көп салған дұрыс негізінде. Вакцинаны ыңғайына қарай дұрыстап мөлшерінде салу керек. Енді бұл сұрақ өте дұрыс, себебі малдың ең басты несі шөппен және де дәрілер болып табылады. Енді келесі сұрағымызға келетін болсақ, қандай өнім адамдарға мол табысын әкеледі? Сиыр ма әлде жылқы ма? Негізінде әр малдың өзінің табысы болады. Жылқының да, қойдың да, сиырдың да. Өзіміз бастан негізі қойдан бастағанбыз. Сол қой арқылы үлкейіп, осы құдайға шүкір бұқаларға келдік, бұқаларға. Сонда қорытындылай келе, ең табысты мал қой болып табылады ғой, ең басында бастауға. Басында бастауға қой жақсы негізінде. Өйткені бұқа өте ауыр болған. Бірден көшіп кету мүмкін емес болған. Бірінші желін-желінде бастау керек. Қазіргі таңда малдардың өнімдерін өңдеп сату өте тиімді деп санайсыз ба? Әрине. Өйткені қазіргі продукттердің бәрі адамдардың сол істейтіні ет, сүт, жұмыртқа бәрі керек. Ал оны істейтін адамдар аз болды. Жауабыңызға рахмет. Ендігі біздің келесі нелеріміз осы мал шаруашылығының тыныс-тіршілігімен танысатын боламыз. Енді осы жерде сиырларға және малдарға қай уақыттарда жемдерді беретін боласыз? Адам сияқты ғой бұларда. 3 мезгіл су ішеді, обязательно. Және де шөп тек азанға түсте беріледі. Өйткені ол кезде жем жемей қалады. Жем сол азанда және кешкісін береміз. Кешкісін азанда тамағы, кешкісін ужины ғой. Өзің ретімен бермесең ол кезде дұрыс бермейді. Шөпті тек қосымша тамақ қылып береміз. Жем ол бастысы осы жем. Жемсіз мал семірмейді. Қазалы ауданының мал шаруашылығы өңір экономикасының ең маңызды тірегі болып табылады. Оның дамуы халықтың тұрмыс деңгейін жақсартуға және ауылдың өркендеуіне үлкен үлес қосады.